Қасиетті Қағба неге қаңырап бос қалды? Ресми мәлімдеме. 2020 жылы 6 наурызда әлемдегі барлық сайттар Қағба бос қалды деп жарыса жазды. Бірі мұны ақырзаманға теңесе, енді бірі биліктің бүлігі деп түсінді. Миллиондаған мұсылмандар құлшылық ететін қасиетті орында бірде-бір пенденің табылмауы барша мұсылман қауымының жүрегін ауыртты. Меккедегі Уль-Харам деп аталатын қасиетті мешітте орналасқан Қағбаның бос тұрған фотосы мен видеосын көрген адам таңырқап таңғалысты. Шын мәнінде оқиғаның қалай болғанын білу үшін қарапайым алгоритм құрдық. Қағба тасы Меккеде, ал Мекке қаласы Сауд Арабиясында орналасқан. Сондықтан Сауд Арабиясының жаңалықтар сайтын іздестірдік. Нәтижесінде Arabnews.com деп аталатын сайтты таптық. Әрине, бұл сайт қазақ тілінде емес. Біз Google-дың тиімді лайфхагын қолдана отырып, Google Translate-пен қазақ тіліне аударып алдық. Бұл сайт Сауд Арабиясында шығатын Arabnews газетінің ресми сайты болып табылады. Және де ағылшын тілінде жарық көретін бұл газет Сауд Арабиясының тақ мұрагері Мұхаммед бин Салманның қолдауымен шығатын газет болғандықтан сенімді ақпарат көзі ретінде пайдаланғалы отырмыз. Және бұл сайтта Қағбаның жабылуы туралы ақпараттар өте көп және барлық жағдайды түсінуге мүмкіндік береді. 25 ақпаннан бастап Қағба туралы барлық жаңалықтарды осы сайттан білуге болады. Және Сауд Арабиясындағы діни орындарға байланысты күнделікті жаңалықтарды толық түсіндіретін бірден-бір сайт. 25 ақпан күні Сауд Арабиясы қауіпсіздік күштері екі қасиетті мешітті қорғау өте маңызды міндет екендігін хабарлады. Сауд Арабиясының қауіпсіздік күштерінің өкілі генерал-майор Бассам Аттия ұлттық қауіпсіздіктің маңыздылығын және патшалықты дұшпандық күштерден қорғаудың стратегияларын жасауға күш салудың маңыздылығын атап өтті. Атап айтқанда, ол екі қасиетті мешіттің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, олардың елдің тарихы мен руханиятындағы ерекше орны мен өркениеттік және тарихи құндылығын ескере отырып маңыздылығын атап өтті. 27 ақпан күні Сауд Арабиясы коронавирус індетіне байланысты мұсылмандардың умра қажылығына уақытша тыйым салды. Денсаулық сақтау министрлігі коронавирустың патшалықта расталған жағдайлары тіркелмегенін хабарлаған болатын. Яғни бұл кезде Сауд Арабиясында бірде-бір тұрғын коронавирус ауруын жұқтырмаған болатын. Сауд Арабиясының коронавирустың өршуіне байланысты умра визаларын уақытша тоқтата тұру туралы шешімі шариғат заңына сәйкес екендігін айтты. Жыл сайын 7 миллионға жуық умра қажылары патшалыққа келеді. Көптеген шетелдік қажылар Меккеде діни міндеттерін орындағанға дейін немесе одан кейін Мединадағы пайғамбар мешітіне жиі барады. Бұл іс-әрекет те тоқтатылды. 28 ақпан күні Сауд Арабиясындағы екі қасиетті мешіт денсаулық эпидемиясына қарсы тұруға дайын. Қажылар мен келушілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету шаралары аясында Меккедегі үлкен мешіттің едендері күніне 4 рет жуылады және зарарсыздандырады. Жоғары билікті кадрлар ең жақсы технологиялармен тазарту және санитарлық тазарту құралдарын қолданады, деді мешіттің дезинфекция және кілемдер бөлімінің директоры Джабер Видани. Мешітте 13,5 мың намаз кілемі бар. Олардың барлығы күнделікті сыпырылып, хош иістендірілген, деді ол. 1 наурыз. Сауд қаржы министрлігі қажыларға ақшаны қайтару үшін умра агенттіктермен хабарласу керектігін айтты. Суретте мұсылман қажылар Сауд Арабиясының қасиетті Мекке қаласында орналасқан үлкен мешітте 2020 жыл 28 ақпан. Қажылық визалары мен басқа да қызметтер үшін ақы төлеген умра қажылары қайтаруды талап ете алады деп хабарлады Сауд Арабиясының қажы және умра министрлігі. Қайтарулар электронды түрде қажылардың тиісті елдеріндегі умра агенттіктері арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. 4 наурыз. Сауд Арабиясының ішкі істер министрлігі коронавирус қаупіне байланысты қажылыққа уақытша тыйым салды.
Сауд Арабиясы сәрсенбіде барлық умра қажыларының жұмысын тоқтатты. Өйткені бұл жаңа коронавирустың екінші жағдайы туралы хабарланды. Қазір тыйым Сауд Арабиясының азаматтары мен шетелдік азаматтарына қатысты, деді Ішкі істер министрлігі. Қажылық министрлігі орынбасары Абдул-Фаттах Машат Аль-Арабия ТВ-ге сұхбат берді. Берген сұхбатында Мекке әлі күнге дейін патшалықтың түкпір-түкпірінен келген қонақтар үшін ашық, шешім тек умра іс-әрекетіне қатысты деп айтқан болатын. 5 наурыз Сауд Арабиясы ұлы мешітті, пайғамбар мешітін түнгі және таңертеңгі дұғалар арасында жабады. Қағбаның айналасын және Сафа мен Мәруа төбелерінің арасын, олар саи деп аталатын ғибадат жасайтын жерлер умра тыйымы жойылғанға дейін жабық болады. Намаздар ұлы мешітте оқылады. Енді мешіттерге тамақ пен сусын әкелуге тыйым салынады және зәмзәм контейнерлеріне кіру уақытша тоқтатылады. Мұхаммед пайғамбар мен оның екі серігі Әбу Бәкір Сыддық пен Умар ибн Әл-Хаттаб қабірлері орналасқан Мединадағы пайғамбар мешітіндегі қасиетті палатада құлшылық етушілер үшін жабық болады. 6 наурыз Умра тыйылғаннан кейін мұсылмандар Меккедегі үлкен мешіт пен Мединадағы пайғамбар мешітінде алғашқы рет жұма намазын оқыды. Ұлы мешіттегі жұма уағызында шейх Абдулла Авар Әл-Джухани биліктің вирустың таралуын болдырмауға бағытталған төтенше жағдайлар шариғат заңына сәйкес екендігін айтты. Ғибадат етушілер Қағбаның суреттерін Меккедегі үлкен мешіт ішінде 2020 жылдың 6 наурызында түсіріп жатыр. Екі қасиетті мешіттің істер жөніндегі басқармасы умраға тыйым салғаннан кейін келушілер ұлы мешітке 80 есіктің әдеттегі жұма күндерінен айырмашылығы 76 есікпен кедергісіз кіргендігі туралы айтады. Суретте бос тұрған Қаббаны суретке түсіріп алып жатырған тұрғындар. 7 наурыз Умраға табынбағандар үшін матафты исламның қасиетті Қағбасының айналасын айналып өту алаңын ашуға рұқсат берді. Араб тілінде белгілі матаф сөзі Қағбаның айналасындағы ашық ақ аймақты білдіреді. Қажылық кезінде қажылық немесе умра міндеттерінің бір бөлігі Қағбаны сағат тіліне қарсы бағытта 7 рет айналу. Үлкен мешіт және пайғамбар мешітінің істері шейх Абдурахман бин Абдулазиз Әл-Судайс сақтық шараларын ұстану және ұлы мешіттің келушілеріне қызмет көрсету үшін барлық жұмысшылармен ынтымақтасу қажеттігін атап өтті. 10 наурыз Сауд Арабиясында коронавирус індетіне шалдыға бастады. Сауд Арабиясы екі қасиетті мешітте санитарлық тазартудың қосымша шараларын жүзеге асырды. Шетелдік қажылардың кіруіне шектеу қойып, бүкіл ел бойынша басқа да алдын алу шараларын өткізді. Екі қасиетті мешіт және Сауд Арабиясының посты сияқты мемлекеттік органдар коронавирус қорқынышына байланысты саусақ іздерін сәйкестендірудің автоматтандырылған жүйесін қолдануды тоқтатты. 11 наурыз Меккедегі үлкен мешітте келушілердің қауіпсіздігі үшін қосымша қадамдар жасалды. Меккедегі үлкен мешітте интерактивті білім беру сенсорларын пайдалану коронавирустың таралуын тоқтату үшін тоқтатылды. Сақтық шараларын екі қасиетті мешіттердің істері жөніндегі бас президенттік модерация және зияткерлік қауіпсіздік бөлімі енгізді. Департамент директоры Али бин Хамид Әл-Нафидің айтуынша, бұл қадам келушілерге бейбіт жағдай туғызуы кезінде келер вирустың таралуын болдырмауға және шектеуге мүмкіндік береді деп атап өтті. 12 наурыз Коронавируспен оқшауланған адамдар жұма намазына қатыспауы керек. Сауд ғалымдарының кеңесі коронавирустың таралуын болдырмау үшін оқшау тұрған адамдар жұма намазына қатыспауы керек деп хабарлады Сауд Арабиясының аға ғалымдар кеңесі бейсенбіде. Кеңес биліктен оқшаулануға кеңес берген кез келген адам ережелерді сақтап жамағатпен намаз оқымауы керек дейді. Сондай-ақ кеңес коронавирус жұқтырған адамдардың намаз оқуға қатысуына тыйым салынатындығын айтты. Инфекциядан қорқатын кез келген адам оның орнына үйде дұға етуі керек деп кеңес қосты. 17 наурыз Сауд Арабиясы мешіттерде намаз оқуды тоқтатты. Қасиетті Мекке және Медина жерлерінде
жерлері бос қалды. Сауд Арабиясы Мекке және Мединадағы 2 қасиетті мешіттен басқа патшалықтың барлық мешіттеріндегі жамағаттық намаздарды тоқтата тұру туралы шешім қабылдады. Сенбі күні жарияланған шешім мұсылмандарды коронавирустың таралуын болдырмас үшін мешіттерден гөрі үйде намаз оқуға шақырды. Мешіт есіктері уақытша жабылады, бірақ оларға азан шақыруға рұқсат етіледі деген хабарламада. Сондай-ақ араб қоңырауларындағы әдеттегі намазға кел деген сөз үйде намаз оқыңыз деп өзгертілген болатын. 17 наурыз. Коронавирус ұлы мешіт пен пайғамбар мешітіндегі аулаларды жабуға мәжбүр етеді. Аулалар қажылар мен қонақтарға 19 наурыздан бастап жабылады. Үлкен мешіт пен пайғамбар мешітінің ауласында намаз оқу уақытша тоқтатылады. Аулалар қажылар мен қонақтарға 19 наурыздан бастап коронавирустың таралуын болдырмау үшін сақтық шарасы ретінде жабылады. Үлкен мешіт пен пайғамбар мешітінің бас президенттігінің өкілі Хани Хайдер көпшілікті нұсқауларды орындауға және қажылар мен ғибадат етушілердің денсаулығы мен қауіпсіздігін сақтау үшін бірігуге шақырды. Билік бұған дейін әлемдегі 1,8 миллиард мұсылман намаз оқитын текше тәрізді құрылым болып табылатын Қағба маңында намаз оқуға тыйым салған болатын. Хабарламадан кейін көп ұзамай интернетте Сауд Арабиясы полициясының Мединадағы пайғамбар мешітінің жанында полиция қызметкерлерінің кешенге апаратын есіктерді жауып тұрғандығы туралы фотолар жарияланған болатын. 23 наурыз күні король Салман Сауд Арабиясы бойынша COVID-19 індетіне байланысты коменданттық сағатты енгізді. Салман патша дүйсенбіден бастап Сауд Арабиясында коменданттық сағат орнату туралы бұйрық шығарды. Ел тұрғындары кешкі 7-ден таңғы 6-ға дейін үйлерінде болуы тиіс. Коронавирусқа қарсы бұл 21 күнге созылады. Коменданттық сағатты бұзған адамдар айыппұл төлейді немесе түрмеге қамалады деп хабарлайды Саудияның ішкі істер министрлігі. Құқық бұзушылар $2663 көлемінде айыппұл салынуы мүмкін. Патшалықта әзірге коронавирустың 562 жағдайы тіркелген болатын. Біз әлем тарихындағы қиын кезеңді бастан өткеріп жатырмыз, бірақ оның қатыгездігіне, қайғы-қасіретіне және қиыншылығына қарамай өтіп кететінін біз толық білеміз. Сауд Арабиясының королі Салман. Қасиетті Қағба үшін, асыл дініміз үшін, барша адам баласы үшін дұғада болайық.